Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Ең алдымен менің каналыма жазылып, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге қарапайым тіс пастасының тісті ағартудан басқа да пайдасы жайлы айтатын боламын. Тіс пастасымен тек тісті ағартып, ауыздағы жағымсыз иістерді кетіріп қана қоймай, оны өзге де кәдеге жаратуға болады. Сондай-ақ сарғайып кеткен әшекей бұйымдарыңызды тіс пастасымен жуып шықсаңыз, бұйымыңыз жылтырап, жаңа күйіне енеді. Егер аяқ киіміңіздің табаны ақ түсті болса, оған тіс пастасын молынан жағып щетканың көмегімен ысқылап сүртсеңіз, аяқ киіміңіздің ағарғанын байқауға болады. Бассейнге арналған көзәйнектің буланбауына көмектесетін заттың бірі тіс пастасы. Оны көзәйнектің ішкі жағына жұқалау етіп жақсаңыз жеткілікті. Буланудан сақтап, суда жүзуге кедергі келтірмейді. Тіс пастасы ағаш жиһаздарының бетіндегі дақты кетіруге де жақсы көмектеседі. Пастаны аздап жағып, ысқылап сүртсеңіз жетіп жатыр. Шаш бояу кезінде денеңізге бояу тамып кетсе, тіс пастасын қолдануға болады. Ол денеге тиген бояуды тез кетіреді. Жаз айында денеңізді маса шағып, мазаңызды алары белгілі. Шаққан жердің асқынып, ісіп кетпеуінен тіс пастасының көмегі көп. Шаққан орынға пастаны жағып қойсаңыз, ол қышуды басып, ісінуден сақтайды. Безеу шыққан орынға түнге қарай жатар уақытта пастаны жағып таңертең жуып тастасаңыз, безеудің орны да қалмайды. Ас үйіңіздегі ет тақтасындағы жағымсыз иісті кетіруге де көмектеседі. Ол үшін тіс пастасын тақтайға жағып ысқылаңыз, сосын жуып тастаңыз. Иістен із де қалмайды. Ол қолға сіңіп кеткен балық, сарымсақ, пияз иісінен арылуға да көмектеседі. Киім ütіңіздегі дақтарды да кетіреді. Ол үшін жылы үтікке пастаны жағып, тіс щеткасымен ысқылаңыз, кейін жуып тастаңыз. Үтікте дақтардың ізі де қалмайды. Компьютер дискілерінің тырналған іздерін кетіріп, сонымен қатар балаларға арналған шөлмектерді жаман иістен тазартады. Тіс пастасын бетке арналған скрабтар, маскалар, лосьондар жасауға болады. Дегенмен, сіз білуіңіз керек нюанстар бар. Паста не үшін қажет, оны қалай дұрыс қолдануға болады. Қабын ошағында әрекет ететін тіс пастасы микробтарды жояды. Басқа қасиеттерге мыналар жатады: бактерияға қарсы әсер, кептіру, ағарту. Паста қызаруды ғана емес, сонымен қатар олардың іздерін де жеңуге көмектеседі. Құрал беттегі безеу, қара нүктелер, қызару және тіс түркенумен күресуде тиімді. Косметикалық мақсатта кәдімгі ақ пастаны таңдаған дұрыс. Ол қоспаларсыз болуы керек. Құрамында шөптер бар, түймедақ, емен немесе шалфей болу керек. Оны бетке қолданар алдында терінің көрінбейтін аймағын сынап, қызару түріндегі ықтимал реакцияны тексеру керек. Бетке арналған тіс пастасын қалай қолдануға болады? Пастаны қолданбас бұрын бетті косметикадан және кірден тазарту керек. Сіз оны саусақтарыңызбен немесе тіс щеткасымен жағыңыз, бірақ теріні зақымдамау үшін қатты басудан сақ болу керек. Қара нүктелерден құтылу үшін теріге аздап паста жағып 30 минутқа қалдырыңыз. Бөртпелердің бүкіл аймағына жұмсақ қозғалыстармен жағыңыз. Тері сәл дымқыл болу керек. Тіс пастасын тоник ретінде де қолдануға болады. Пастаның көп мөлшерін, яғни қалың қабат етіп, бетке 5 минут бойы жағыңыз. Содан кейін ол бөлме температурасындағы сумен жуыңыз. Содан кейін крем жағыңыз. Терінің бозаруы жоғалып, қартаю дақтары ағарады. Көріп отырғаныңыздай, бет терісіне арналған тіс пастасы көптеген мәселелерден құтылудың тиімді әдісі болып табылады. Бірақ сіз бұл әдісті жиі қолданбауыңыз керек. Өйткені паста әлі күнге дейін бет күтімі құралы болып саналмайды. Бұл жанама әсерлері тудыруы мүмкін. Оны сақтықпен және сирек қолданыңыз. Достар, бұл видео сіздер үшін пайдалы болған болса, каналыма жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.